сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 Students Book Unit 5 Asking About Dates атты сабақтағы жаттығуын жасалу жолымен жауаптармен таныс боламыз. Page 63, 63-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөліспеуді ұмытпаңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз деген. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күн ретін сұрау. Яғни күн реті дегеніміз не? Бүгін қаншасы деп сұраймыз ғой, біз. Яғни бүгін бірінші қаңтар, бірінші желтоқсан деген сияқты даталарды айту үшін бізге реттік сан есім керек болады. Ағылшын тілінде реттік сан есім жасау үшін бізге th жалғау көмекке келеді. Яғни мысалы 6 дейтін болсақ 6, осы 6 деген сөзге th жалғауын жалғасақ бізде 6-шы деген реттік сан есім шығады. Бірақ кейде ережеге бағынбайтын сөздер бар. Мысалы бірінші дегеніміз first, екінші дегеніміз second, үшінші дегеніміз third болады. Осы үш сөзді жаттап алуыңыз қажет. Және де бізде кейбір сөздер өзгеріске ұшырайды жалғау жалғаған кезде. Мысалы 5 сөзіне th жалғауын жалғаған кезде fifths болып өзгереді. Себебі мынау i дауысты дыбыс түсіп қалғандықтан мынау ашық буын ғой бізде. Ашық буын түсіп қалғандықтан жабық буынға айналады. Оқылымында да жазылуында да өзгерістер болады. V әрпі F әрпіне айналып кетеді. Қазір жаттығу жасай отырып түсіне жатамыз. Exercise 1. Match the words in the box with the ordinal numbers 1 to 6. Then say the ordinal numbers. Яғни матч жасауымыз керек. Бұл жерде сәйкестендіру. Жоғарыдағы сандардың жазбаша түрімен бір-бірімен сәйкестендіруіміз қажет. The first. 28-ші 28. The second. 11-ші 11. The third. 6-ші 6. The fourth. 3-ші 3. 5-ші the fifth 14-ші 14th. The sixth 30-ші 30th. Next. Яғни жалғау жалған кезде байқасаңыздар y әрпі бізде y әрпі I әрпіне айналып кетеді, иә? Now, next exercise 2. Study the key phrases and say dates 1 to 6, listen and check. Яғни фразаларды тыңдалым арқылы тыңдап, олардың жасалу жолын тексеретін боламыз. Қалай жасалады? Яғни бізде даталарды айту үшін бізге the деген артикль және де of деген preposition көмекке келеді. Мысалы, 20-шы сәуір деп айту үшін бізге the артикль керек емес. The 20th of April. 8-ші шілде, the 8th of July. Яғни ай атауын айтпай тұрып біз of preposition қолданамыз, және де реттік сан есімдермен әрқашан біз the артиклін қолданып отырамыз. 31-ші желтоқсан, the 31st of December. 14-ші ақпан, the 14th of February. Енді тапсырма бізге мынау берілген даталарды, күндерді осындай сөйлеммен жазып шығуымыз керек. Қалай болады? 2-ші маусым, the 2nd of June. 26-шы тамыз, the 26th of August. Байқасаңыздар, мысалы 24, 25, 26 деген кезде әрқашан ортасына тире қойып отырамыз. 15-ші қаңтар, the 15th of January. 1-ші наурыз, the 1st of March. 22-ші қараша, the 22nd of October. Қазан деген. 21st May. Яғни 31-ші мамыр, the 21st of May дейміз. Now, next exercise 3. Listen to two conversations, choose the correct words. Яғни сіздерге тыңдалым бойынша екі әңгімелесуді тыңдай отырып, ол әңгіме ненің желісінде болды, соны табу қажет. Мысалы, the first conversation is about history exam or maths exam. Жоғарыдағы сілтеме бойынша тыңдалымды тыңдасаңыздар болады. The first conversation is about the maths exam. Бірінші әңгімелесу математиканың емтихан туралы екен.
And the second conversation is about a football match. Ал енді екінші әңгімелесу бізде футбол матчы туралы екен. Now exercise 4. Listen again and complete the sentences. Тыңдауымды қайттан тыңдап отырып, төмендегі сөйлемдерді тыңдауым бойынша толықтыруымыз қажет. Let's complete it. Мына жерде бізде 26 бар. The first. The exam is on 26th of June. Yes? Бізде емтихан 26 маусым күні болады. It's on a Wednesday. Ол сәрсенбі күні болады. The final is on 17th of March. Яғни футболдың матчтың финал 17 наурыз күні болады. It's on a Saturday. Ол сенбі күні болады екен. Now, exercise 5. Listen and repeat the dialogue. Тыңдап отырып, диалогты оқып үйренуіміз қажет. This dialogue between Carl and Lizzie. Yes, Carl мен Lizzie'нің ортасындағы диалог екен. What date is your birthday? Сенің туған күнің қашан? It's on 12th of July. Ол 12 шілде күні. What day is that? Ол қай күні? Яғни аптаның қай күні? It's a Tuesday. Ол бізде сейсенбі. And what are you having a party? Кеш ұйымдастырасың ба? Yes, әрине. When is it? Ол қашан болады? It's on 16th of July. It's a Saturday. Ол яғни кешті шілденің 16-сы күні ұйымдастырады. Ол бізде аптаның сенбі күніне түседі екен. Now exercise 6. Change the words. In blue, in exercise 5, using your own ideas. Then practice your new dialogue with a partner. Енді сіздерге тапсырма 6-шы жаттығуда тура осы 5-шы жаттығудағы сияқты диалог құрастыруларыңыз қажет. Көппен білген сөздердің орнын алмастырып отырып. Мен сіздерге қысқа нұсқа диалог құрастырдым, яғни This dialogue between Arman and Anar. Арман мен Анардың ортасындағы диалог деп алдым. What date is your birthday? Сенің туған күнің қашан? It's on деп, яғни жауап беретін адам өзінің туған күні қашан болатынын жазады осы жерге. Яғни 12 шілде деген сияқты. Next, what day is that? Ол қай күнге түседі? Яғни аптаның қай күніне түседі? It's a деп аптаның, яғни сіздің туған күн, аптаның қай күніне түсетінін сол күнді жазамыз. Next, are you having a party? Сен кеш ұйымдастырасың ба? Yes, yeah. When is it? Ол қашан болады? Ол қашан болады? It is on деп арғарай жаңағы туған күн, сол күн ұйымдастыратын болсаңыз, сол туған күн болатын сол датаны жазасыз. Немесе кейде бізде жаңағы суббота, воскресенье күтеміз ғой, демалыс күндерін. Сол демалыс күндерін ұйымдастырып, қай күнге ұйымдастырасыз, сол күнді жазасыз. Және де екінші сөйлемде ол кеш сіздің туған күн кешіңіз аптаның қай күніне түсіп тұр, сол апта күнін жазу керек деп жазып қойдым. Осымен біз 63-ші беттегі жаттығу жасалу жолымен және жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.